Бұл хатты жазу маған оңай емес. Бірақ ішімде жиналған ауыр сезім мені тыныштықтан айырды. Мүмкін осы сөздер арқылы жеңілдеп қалармын. Мен 21 жастамын. Күйеуім 25-те. 3 жыл бұрын бас қосып, өз алдымызға бөлек шаңырақ көтердік. Шымкентте 3 бөлмелі пәтеріміз бар. Ата-енемізден бөлек тұрамыз. Сырт көзге бәрі мінсіз сияқты. Күйеуім вахтамен Ақтауда жұмыс істейді. Бұрын бір ай жұмыс, бір ай үйде болатын. Бірақ жаңа жылдан кейін келісімі өзгеріп, 2 ай кетіп, 2 ай ғана келетін болды. Ал мен сол 2 айда өзіммен өзім қаламын. Үй тым-тыныш. Кейде тіпті сағаттың тықылы да жанымды қинайды. Күйеуіммен сөйлесеміз, әрине. Бірақ телефон арқылы берілмейтін нәрселер бар екен. Баламыз жоқ. Уақыт өткен сайын ішімде бір бос кеңістік пайда болғандай сезінемін. Сол бос орынды немен толтырарымды білмеймін. Күйеуімнің отбасы үлкен. 5 ағасы бар. Менен жасты бір інісі мен кіші қарындасы бар. Сол інімізбен құрдас болған соң ба, сөйлесіп әзілдесіп кететінбіз. Басында бәрі тым қарапайым көрінді. Ол кейде қалжыңдап сөйлейтін, кейде тым жақын тұрып сөйлейтін де байқайтынмын. Бірақ мен оған мән бермеуге тырыстым. Ойын ғой деп өзімді жұбататынмын. Бірақ кей әзілдердің астарында бір түрлі салмақ бар еді. Ол салмақты сезсем де мойындағым келмеді. Қаңтардың аяғы. Күйеуім вахтаға кетіп қалды. Үй тағы да тым-тырыс. 14 ақпан күні ол достарымен кафеге жиналатынын айтты да мені шақырды. Бас тарттым. Ішімде бір белгісіз мазасыздық болды. Ол қайта-қайта жазды. Қоңырау шалды. Ақыры телефонды өшіріп тастадым. Сағат түнгі 3-4 шамасы. Есіктің қағылған дыбысынан селк ете қалдым. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Глазоктан қарасам, ол жалғыз. Есікті ашқым келмеді. Бірақ бір сәттік әлсіздік жеңді ме, білмеймін. Ашып қалдым. Оның түрінен бір түрлі күйді байқадым. Сөйлеген сөзі де, қараған көзі де бұрынғыдай емес еді. Сол сәтте бәрі тым тез болды. Мен не болып жатқанын толық түсінбей қалдым. Ішімде 2 сезім күресті. Бұл дұрыс емес. Неге жүрегім бұлай соғып тұр? Ол бір қадам алға жасады. Ал мен бір қадам артқа шегінбедім. Бұл бөлімде сөздер жетпейді. Тек сезім ғана қалды. Сыртта түн, үйде тыныштық. Ал менің ішімде дауыл. Сол сәттен кейін бәрі өзгерді. Таң атты. Бәрі бұрынғыдай көрінгенімен ештеңе бұрынғыдай емес еді. Ол кетерде бірақ ауыз сөз айтты. Сол сөз жүрегіме ауыр тас болып түсті. Мен жалғыз қалдым. Күйеуім хабарласады. Мен қалыпты сөйлесуге тырысамын, бірақ ішімдегі сыр күн сайын ауырлап барады. Айқайлағым келеді, бірақ үнсізбін. Мен өзімді ақтағым келмейді. Тек шындығым айтқым келді. Бұл әңгіме менің өмірімдегі ең ауыр сабақ. Ят, сезім, әлсіздік, тыйым бәрі бір түнде араласып кетті. Мен бұл сырды өмір бойы арқалап өтетін шығармын. Календардағы күндерді сызып отырғанымды өзімде байқамай қалыптым. Күйеуімнің келуіне санаулы күн қалды. Бұрын ол күнді сағынышпен күтетінмін. Ал қазір жүрегім шымете қалады. Мен оны сағындым ба? Әлде одан қорықтым ба? Өзімде ажырата алмаймын. Телефонмен сөйлескен сайын өзімді сатқын сезінемін. Дауысым дірілдеп кетпесін деп барынша сабыр сақтаймын. Жақсысың ба дейді ол. Иә деймін мен. Бірақ ияның артында тұтас бір өтірік жатқанын ол сезем екен. Сол түннен кейін ол мүлде өзгерді. Жазбайды. Қоңырау шалмайды. Бірақ кейде ата-енемнің үйіне барғанда көзқарасын сеземін. Сөйлеспейміз. Тек көзбен ғана. Сол көзқарас мені түнде ұйықтатпайды. Кейде ойлаймын. Егер ол бәрін айтып қойса ше? Әр қоңырау үрей. Әр есік дыбысы селк еткізеді. Мен өзіме сенбей қалдым. Өз үйімде өзімді қонақтай сезінемін. Ол есіктен кіргенде бәрі бұрынғыдай болу керек еді. Құшақ, күлкі, жылылық. Бірақ мен қатып қалдым. Ол мені бірден байқады. Әйел адамды күйеуі алдай алмайды екен. Бір түрлісін кеді ол бір кеште. Шаршадым дедім. Шындықты айтуға батылым жетпеді.
ал өтірікті айтуға да жаным ауырды. Екеуінің ортасында тұншығып бара жаттым. Бір үйде жүрсек те арада қабырға бардай. Ол сұрайды, мен қашамын. Ол жақындайды, мен шегінемін. Ішімдегі ұят сезімі махаббатты да тұншықтыра бастады. Бір күні ол маған қысқа ғана хабарлама жазды. Сыр екеумізге ортақ, бірақ ол ауыр жүк. Осы бір ауыз сөз мені жерге қаратты. Бұл ескерту ме, әлде қорқыту ма түсінбедім. Мен күнде айнаға қараймын. Сол айнадан өзімді танымаймын. Мен кіммін? Қандай әйелмін? Менің кінәм кешіріле ме? Сұрақ көп, жауап жоқ. Мен өзімді өзім соттадым. Айыптаушы да өзім, қорғаушы да өзім. Үкім ауыр. Өмір бойы арқалайтын жүк. Кей түндері бәрін айтып салғым келеді. Кейде мәңгіге көміп тастағым келеді. Бірақ шындықтың бір қасиеті бар екен. Ол айтылмаса да іштен жеп бітеді. Мен әлі шешім қабылдамадым. Бірақ бір нәрсені түсіндім. Иятсыз сыр тек бір түннің емес, бүкіл өмірдің тағдырын өзгерте алады. Бұл әңгіме әлі аяқталған жоқ. Алғашында бұл жай ғана сезім еді. Кейін ол сенімге айналды. Телефонымды қолыма алған сайын біреу қарап тұрғандай. Үйде жалғыз қалсам да, жалғыз емес сияқтымын. Есіктің алдында бөгде аяқ киім тұрғанда елестейді. Лифтте біреу мені жоғардан төменге дейін үнсіз шолып өтеді. Мен өз ойыма өзім сенбей қалдым. Қайынмен кездейсоқ жерлерде жиі ұшыраса бастадым. Дүкенде, көліктің жанында, көшеміздің бұрышында. Ол амандаспайды, тек көзін алмайды. Сол көзқараста бір нәрсе бар еді. Мен бәрін білемін деген үнсіздік. Бір кеште телефоным жарқ етті. Қорықпа, мен жай ғана еске салып жүрмін. Сол бір сөйлем тамағымды қысып жіберді. Нені еске салып жүр? Жауап жазбадым. Бірақ ол тағы жазды. Сен үндемесең, бәрі жақсы. Үндеместік енді таңдау емес еді. Ол міндетке айналды. Мен әр сөзімді өлшеп сөйледім. Әр қимылымды бақыладым. Күйеуім бірде сұрады. Сен бірдеңеден қорқып жүрген дейсің. Мен күліп қана қойдым. Ал ішімде айқай тұрды. Ол тікелей қорқытпайды. Оның әдісі басқа. Сенің жүйкен әлсіз болып кеткен сияқты. Өзіме өзің сенбей қалдың ғой. Осы сөздерден кейін мен өзімді кінәлі сезінемін. Өзімді әлсіз сезінемін. Өзімді кінәлі сезінген адам басқаруға болмай. Айнаға қарасам, өзімді танымаймын. Көзімде үрей, жүзімде шаршау. Мен шындықты емес, шындығымды жасырумен өмір сүріп жүрмін. Сол сәтте түсіндім. Ең қауіпті түрме адамның өз ішіндегі түрме екен. Бір күні ол мүлде күтпеген жерден айтты. Егер мен үндемесем, сенің өмірің тыныш болады. Бұл ұсыныс емес еді. Бұл үкім. Менің тыныштығым енді оның еркінде. Түнде ұйықтай алмаймын. Түсімде бір ғана нәрсе қайталанады. Есіктің ашылған дыбысы. Менің ең үлкен қорқынышым шындықтың емес, сол шындықтың біреудің қолында қаруға айналғаны. Бір сәтте шаршадым. Қорқудан, жасырудан, өзімді жек көруден. Мен түсіндім. Ол мені ұстап тұрған менің қорқынышым ғана. Ал қорқыныш, егер бетіне қарасан, әлсірейді. Мен жауап жазуды тоқтаттым. Көзін іздемедім, қашпадым, тек тыныш болдым. Кейде ең қатты қарсылық ештеңе істемеу. Бір аптадан кейін соңғы хабарлама келді. Сен өзгеріпсің. Иә, мен өзгердім. Мен енді құрбан емеспін. Бұл әңгіме мұнда бітпейді. Шындық айтылды ма жоқ па белгісіз. Бірақ бір нәрсе анық. Сырды қаруға айналдырған адам ақырында сол қарудың өзіне қарсы атылатынын ұмытады. Соңғы күндері бәрін автоматты түрде істеп жүрмін. Тамақ дайындаймын, күлемін, сөйлеймін, бірақ ойым жоқ, сезімім жоқ. Ішімде бір нәрсе қатып қалғандай. Бұл шаршаудың емес, шектен асқан қысымның белгісі еді. Ол мені бұрынғыдан жиі бақылай бастады. Сөзіме емес, үнсіздігіме. Сен мені жақсы көресің бе деп сұрады бір кеште. Бұл сұрақ жүрегімді жаралады. Мен жауап бере алмадым. Бір дастархан,
үш адам. Сөз жоқ, күлкі жоқ. Ал ауада айтылмаған шындықтың салмағы. Қайын үнсіз. Күйеу күдікті. Мен жарылуға дайын бомба. Сол түні телефоным тағы жарқ етті. Бүгін айтуың мүмкін. Не айтуым мүмкін? Кімге? Осы бір хабарлама мені соңғы шегіне жеткізді. Мен жыламадым, айқайламадым. Ішімде бір нәрсе үзіліп түсті. Таңға дейін көз ілмедім, басымда бір ғана ой. Мен осылай өмір сүруге міндетті емеспін. Қорқыныш азайды, оның орнын ашу басты. Ал ашу қорқыныштан да қауіпті. Күйеуім тағы сұрады. Бұл жолы дауысы қаттырақ еді. Айтшы, не жасырып жүрсің? Мен орнымнан тұрдым. Денем дірілдеді. Осы сәт немесе бәрі бітеді, немесе бәрі басталады. Мен бәрін айтпадым, бірақ ең қауіпті бөлігін жасырмадым. Үндемей жүргенімнің себебін, қорқып жүргенімді, қысым көргенімді. Күйеуімнің көзі өзгерді. Бұл ашу емес еді, бұл күйреу. Ол бәрін бірден түсінді. Ештеңе сұрамады, тек бірақ ауыз сөз айтты. Мен сенің қорыққаныңды сездім. Осы сөзбен билік ауысты. Сол кеште бәрі анықталды. Үш адам, үш түрлі шындық. Қорқыту жоқ, айқай жоқ. Бірақ сол тыныштық ең қатты соққы болды. Қайынның бет-бейнесі өзгерді. Манипуляциясы іске аспады. Өйткені енді мен жалғыз емес едім, ал жалғыз емес адамды басқару қиын. Мен жеңдім деп айта алмаймын, бірақ мен сынбадым. Шындық бәрін күйретпеді, керісінше бәрін орнына қойды. Қазір үй тыныш, бірақ бұл бұрынғы тыныштық емес, бұл шындықтан кейінгі тыныштық. Ауыр, бірақ таза. Кей сырлар адамды өлтірмейді, олар адамды ояту үшін беріледі. Ал психологиялық жарылыс жойылу емес, бостандықтың басталуы. Ол түні ешкім айқайлаған жоқ, ешкім есік тарс жаппады, ешкім кетіп қалған жоқ. Бірақ сол түні біздің арамызда бір нәрсе бір жола өлді. Кейде ең үлкен трагедия шуылсыз болады екен. Ол маған бұрынғыдай қарамайды, жек көрмейді, айыптамайды. Одан да жаманы сенбейді. Ал сенім жоғалған жерде махаббаттың да ұзақ тұрмайтынын мен кеш түсіндім. Бір үй, бір төсекте екі адам, арамызда айтылмаған сөздер. Ол түнде мені құшақтамады. Мен де жақындамадым. Себебі кей жаралар жанасуды емес, қашықтықты талап етеді. Ол өмірден жоғалған жоқ, бірақ бізден алыстады. Отбасы бәрін толық білмейді. Кек арадағы салқындықты сезеді. Ешкім кінәлі деп танылмады. Ешкім жазаланбады. Өмірде көбіне жазасыз қалған шындықтар көп болады екен. Мен кешірім сұрадым, бірақ кешірім бәрін емдемейді. Кейбір қателіктің бағасы өмір бойғы үнсіздік. Мен оны арқалап жүрмін. Мен кетпедім, ол да қуып жібермеді. Біз бірге қалдық, бірақ бұрынғыдай емес. Бұл жеңіс емес, бұл таңдау. Кей әйелдер бақытты таңдамайды, олар тұрақтылықты таңдайды. Мен өзімді ақтаған жоқпын, бірақ өзімді жек көруден шаршадым. Мен қателестім, мен әлсіз болдым. Ал әлсіздік қылмыс емес. Күн шығады, тамақ піседі, күйеуім жұмысқа кетеді, сырт көзге бәрі дұрыс. Ал ішімде бір бөлме бар. Ол бөлмеге ешкім кірмейді. Бұл оқиға мені батыр қылған жоқ, құрбан да қылған жоқ, кек ересе кетті. Кей сырлар ақылмайды, кей шындықтар жарияланбайды. Бірақ олармен бірге өмір сүруге үйренуге болады. Бұл хэппи энд емес, бұл өмірдің өзі. Өйткені шынайы өмірде әрқашан әділдік болмайды. Әрқашан кешірім болмайды. Әрқашан жаңа бастау берілмейді. Кейде тек үнсіз жалғасу ғана бар.